Санаңызды сергітетін 7 сұрақ. Сұрақтарға тез жауап беруге тырысыңыз. Бірінші сұрақ. Қандай жағдайда сағаттағы 2 цифрын көріп тұрып 10 дейміз? Екінші сұрақ. Менің бір танысым күніне 10 рет сақал алады, бірақ сонда да сақалмен жүреді. Қалай сонда? Үшінші сұрақ. Ол алдыңғы күні 17 жаста болды, ал келесі жылы 20 жаста болады. Бұл қалай? Төртінші сұрақ. Бұл адамға 3 рет беріледі. Алғашқы екеуі тегін, үшіншісін алу үшін ақшасын төлеу шарт. Ол не? Бесінші сұрақ. Жаңбыр 2 күн бойы қатарынан жауы мүмкін бе? Алтыншы сұрақ. Асқар мен Бақтияр қараңғы әрі лас шатырда ойнап жүреді. Төменге түскен кезінде бір-біріне қараса Асқардың беті кір қожалақ, ал Бақтияр әлдебір таңғажайыппен тап-таза болып шығады. Бірақ Бақтияр бетін жууға кетеді де керісінше Асқар жуынбайды. Не себепті? Жетінші сұрақ. Бір қыз таңғы ас ішіп отырған кезде сақинасын кофе толы шыныға түсіріп алды. Сақинасы қалай құрғақ күйінде қалды?